Ганс Цольманның қазақ жұртына келуінің бір мақсаты қымызды үйренген қайнатасының тіршілік құрған мекенін көріп білу. Қазақстан мен Германияның тарихи сабақтастығы да осында болса керек. Еуропаның шалғайындағы тағы бір мемлекет Бельгияда қазақтан қалған белгі бар дегенге сенер ме едіңіз? Нақтырақ айтсақ, сұрапыл соғыста қаза тапқан қазақ сарбаздарының қадау-қадау қабірі қалыпты бұл елде. Солардың кім екенін қазақ дипломаттары іздеп тапты. Жоқшысы, іздеушісі болса, ешкімде ештеңеде ұмытылмайды. Жалынның ұшағындағы ұшағын жаудың әскери эшелонына қарай бағыттап жайратып салған қазақ жауынгері Бақтораз Бейсекбаевты білесіз. Бейсекбаевтың көзсіз батырлығы шаң басқан мұрағаттардың қатпарында көмескі тартып жатар ме еді? Журналист Қайнар Олжай беймағлұм қазақ батыры туралы мәлімет жинап, белгісіз Бесікбаев деп мақала жазбағанда. Чехияның бауырластар бейтінде мәңгілік мекен тапқан Кеңес одағы батыры Мәжит Жүніс те елеусіз, ескерусіз қала берер ме еді? Жазушы Қалмұқан Исабай қазақты неге іздемейді деп қалам түртпегенде. Қазақ қаламгерлерінің азаматтық парызының үлгісі енді қазақ дипломаттарының да бойынан табылғандай. Журналист Нұрбек Бекбау Бельгиядағы батырларды түгендегендер жайында. Неміс пен кеңестің кескілескен ұрсын тек Сталинград даңғылы ғана көмескілеу еске түсіреді. Десекте бельгиялықтар қабірді қадірлей алатынын көрсетті. Осыған дейін совет сарбаздарының 44 моласы табылды. Мәліметке мұқият жұрт барлық белгі тасқа марқұмдардың аты жөні, туылған һәм қайтқан күніне дейін қашап жазыпты. Міне мына арада екі қандасымыз жатыр. Бірақ фамилия атын жазғанда жаңылысса керек. Мәселен, Улуаев, Уәлиев Тоғайбай Уәлиұлы болу керек. 1905 жылы Қазақ ССР Семей облысында туылған. 1944 жылы Бельгияда атылған. Бессон немістерсің, бірақ тағы да қате жазылған қазақ аты. Дұрысы Бесенов Нұридин. Бұл кісі де атылып кеткен. Жергілікті әкімдік өрескел қатені қайта түзеуге ынта танытып отыр. Тек Қазақстаннан мұрағат мақұлдаған рұқсатнама болса болғаны. Ген, Куси, Ланкла және Флёрс атты қалаларында 8 қазақстандық жауынгерлердің жерленгені анықталды. Қазіргі таңда еліміздің мемлекеттік мұрағатына Қазақстандағы партизандық соғыста және бельгиялық тойтарыста қатысқан хабарладық. Ендігі кезекте сол жауынгерлердің бабаларымызына, туыстарына хабарлап, Бельгиядағы мазаларына келіп қайту үшін тиісті шаралар ұйымдастырылды. Іздеу жұмыстары былтырғы жылдың көктемінде басталған. Түрткі болғаны із-түзсіз кеткендердің кей туыстар алдымен Бельгиядан белгі тауып қуанады. Ары қарай іздестіру үшін Қазақстаннан мәлімет алдыруға бекінеді. Таппақ болғаны әскерге алынған ауыл аймақтың атаулары. Игі іске атсалысуды қазақ елшілері азаматтық парыз санайды. Қазір Қазақ және Ресейдің елшілік сайттарында 300 кісінің есімі ілінген. Ресей Федерациясы қорғаныс министрлігінің мұрағаттарынан Бельгияның сыртқы істер министрлігі жасаған құпия тізім табылды. Онда Бельгия аумағында жерленген кеңес әскері жауынгерлерінің аты жөні сақталған. Осы мәліметтер негізінде Бельгияның түрлі коммуналарына 50-ге тарта сұрау салынды. Нәтижесінде айналасы бір жыл ішінде бұған дейін белгісіз болып келген осыдан 65 жыл бұрынғы 15 жаңа бейітті таптық. Леж қорғаны бұрынғы әскери қамал, ал неміс басқыншылары мұны қатаң тәртіптегі түрмеге айналдырған. Күні бүгінге дейін кіреберістегі 24-ші блок деп аталатын бөлігімен ұзын қалың қабырғасы ғана сақталған. Ал мынауысы ажал мен өмірді қырғақ қадамға бөліп тұрған қылует тоннель. Мұнда 450 адам атылған, оның 13-і кеңес әскері. Десе де мұндағы бар оқиға ажалмен аяқталмапты. Соғыс соңында қарсыласу жағына өтіп кеткендері үйіне аман есен оралған. Бірақ бір айналдырғанда шыр айналдырады емес пе? Еліне келген жауынгердің жетіскені де шамалы. Абақтыда отырған үшін 1000 қайтара тексерген, лагерге айдаған. Соның бірі 87 жасар Иван Ескендірұлы Тереков. Бельгиялық 31-ші қарсыласу бригадасында болған. Партизандыққа дейін Ленинградты қорғапты. Еске түсіретін тарихы тым көп. Соғыс қызып тұр, ағамыз оққа ұшады, көзін аша Бельгиядағы шахталардың бірінде жатыр. Мен қашып шықтым. Есік алдында тұрғанға көзілдірікті көрсетіп жөндеуім керек деп жөткіріндім. Есікті ашты, басым ауған жаққа қарай зыттым дерсің. Жаз еді, жаным қалды. Бельгияның патриоттары көмек етті. Бельгия партизандарымен иықтіресе, қайта соғыстым фашистпен. Бұл кісіміз талай қазақты танитын болып шықты. Кіндік қана Қазақстанда тамған, бірақ солдаттың да атын айтып түсін түстегені тағы бар. Момын еді, бірақ ештемеге мойымайтын. Қажырлы еді қазақ сарбаздары дейді. Жарадары болса да жандағы жауынгерді тастамайтын жүректілігіне тәнті болғанын айтады. Мен қазақ солдаттарына сүйсінетінмін. Тұтқынға түскенде де түңілген емес. Тірі шыққанымда солардың арқасы. Қазір қазақ жауынгерлерінің қабіріне барып тұратыным бар.
Міне сұм соғыстың біткеніне 66 жыл өтіп барады. Бірақ тарих бетін аша алмаған қатпар ақтаңдақтар қаншама. Бәлкім Бельгиядағы белгісіз бұл батырлар бауырым деп іздеп келер жақын жамағаттың әйтеуір бір табарынан дәмелі де болар. Біз бармыз, біздерден соң ұрпақ тағы бар. Оғландар табылар тарихты түгендер. Соған сендік. Біздікі тек Бельгияда да бір белгі бар дегенді айтып еді. Нұрбек Бекбау, Жанат Эрнст, Апта-Кезет, Бельгиядан.